Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сізге айраннан жасалатын оладьидің мінсіз рецептісін ұсынамын. Оладьи өте жұмсақ, дәмді әрі биік болып піседі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сізде де керемет болып шығатынына кепілдік беремін. Бізге қажетті ингредиенттер: жылы айран, қант, ұн, ас содасы, жұмыртқа және тұз. Барлық ингредиенттердің санын видеоның астына описаниеге жазып қоямын. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны жарамыз. Үстіне қант және тұз салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне жылы айран құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Айранды алдын ала кішкене жылытып алуымыз қажет. Оның үстіне ұнды аз-аздан салып отырып араластырамыз. Қамырдың консистенциясы қою қаймақ секілді болуы керек. Ең соңында қамырға ас содасын салып араластырамыз. Ас содасы қамырдың құрамындағы айранмен реакцияға түсу үшін 10-15 минутқа қойып қоямыз. Табаға май құйып қыздырамыз. Қамырды бір ас қасықтап салып шығамыз. Қақпағын жауып жай отта 2-3 минуттай пісіреміз. Оладьидің беті құрғап, бетінде тесіктер пайда болған кезде екінші жағына аударамыз. Екінші жағын тағы 1-2 минуттай пісіреміз. Барлығында дәл солай пісіріп аламыз. Оладьи дайын болды, өте керемет болып шығады. Ортасы да 100% толықтай піседі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған сымбат, қош, сау болыңыздар.